мынау суретте көріп тұрғандай, бұл стрептококктар туралы айтатын боламыз. Бұның бізде фекалис түрі бар, агаликте түрі бар. Одан кейін пневмококктар бар, пневмония түрі, пневмония. Одан кейін вириденс бар, вириденс. Және де пиогенез бар, пиогенез. Бұның өте патогенді болып келген мынау пневмония түрі, қазір сол туралы айтатын боламыз. Ал енді қазір мынау стрептококктардың жалпы морфологиясы бойынша бұларға тоқталып кетейік, бұны сипаттап кетейік. Бұлар ең бірінші стрептококктар деп айтып тұрғандай, бұлардың пішіні шар пішінді. Мына көріп тұрғандай, мына стрептококк, яғни шар деген шар пішінді. Және де бұлар ұсақ болып келеді. Ұсақ. Одан кейін бұлар көбінесе диплококктар түрінде болады. Яғни мынандай. Бір шар, мына екі шар. Осындай түрде болады. Диплококк. Диплококк. Одан кейін микроскопта бұлар мынандай тізбектесіп, жұптасып, осындай тізбектер құрайды. Мына тізбектер. Егерде стафилококктар олар жүзім шоғы ретінде орналасса, бұлар бізде тізбектесіп орналасады. Тізбектесіп. Тізбектер құрайды. Одан кейін көріп тұрғандай, бұлар күлгін түске боялған, яғни грамм 10. Грамм 10 деген, бұны сұрау мүмкін, не үшін грамм 10 деп. Себебі бұлардың пептидогликан қабаты 40 пенен 90% алып жатыр жасуша қабырғасынан. Одан кейін бұлар гиацин виолетті өзіне жақсы пісіндіріп алып, тихоэкшылармен берік байланыс сүзіп алады. Одан кейін бұларда ешқандай қозғалмалы болып келмейді, ешқандай бұлардың талшықтары жоқ. Талшық жоқ. Одан кейін бұлар гиалурон қышқылынан тұратын капсула түзе алады. Капсуласы бар. Және де бұл қазір патогенезінде өте маңызды рөл атқарады. Енді бұның биологиялық қасиеттерін айтатын болайық. Биологиялық қасиеттері былай аттай салайын. Бұның биологиялық қасиеті біріншісі факультативті анаэроб. Яғни оттек бар жерде де, және де оттек жоқ жерде де тіршілік ете алады. Одан кейін бұларда каталаза позитивті емес, яғни каталаза ферменті болмайды. Егерде стафилококктарда каталаза ферменті болса, бұларда жоқ екен. Бұлардың биохимиялық қасиеті, бұлар глюкозаны қышқылға дейін ыдыратады. Одан кейін бұлардың қоректік ортада өсуіне келетін болсақ, бұлар қанды агарда өседі. Қанды агар. Қанды агарда бұл жақта альфа гемолиздер болады, одан кейін бета гемолиз болады, егерде өсетін болса. Альфа гемолиз бұл жаңағы пневмококктарға тән болады, яғни пневмония түріне. Пневмококк. Ал бета гемолиз ол пиогенез түріне. Осылайша бұларды бір-бірінен ажырата аламыз. Бұл және де тек қана бұл ғана сипатымен емес, және де біз аптахинге бұл төзімсіз болып келеді пневмококктар, яғни аптахинмен қосылған қоректі ортада олар жойылып кетеді. Ал пиогенез бұлар аптахинге төзімді, маған төзімді болып келеді. Енді ең маңызды бұлардың патогенезіне тоқталайық. Бұлар пневмококктар, яғни стрептококктар, бұлар стафилококктар сияқты қалыпты жасуша, то есть қалыпты микрофлора құрамында болуы мүмкін. Яғни адам ол ауырмайды стрептококкпен, бірақтан оны тасымалдаушы ретінде болуы мүмкін. Бірақтан бұлар всегда патогенді емес болып тұра бермейді. Яғни егерде иммунитет түсетін болса, немесе бұлар пневмококктардың саны артатын болса, онда олар патогенді болып табылады. Мына жақта қызық ретінде былай жазайын. Мысал ретінде сессия басталды дейік. Сессия басталды. Одан кейін студентте мысал стресстік. Стресс. Ал стресстан иммунитет түсетін болады. Егер стресс артқан сайын иммунитет түсетін болады. Иммунитет.
Ал иммунитет түскен кезде онда стрептококктарға көбеюге қолайлы жағдай туындайды. Стрептококктардың саны артады. Одан кейін бұлар ең бірінші мұрын қуысында қалыпты жағдайда болуы мүмкін деп айттық. Ең бірінші бұлардың ену қақпасы ретінде мұрын қуысы болып табылады. Мына мұрын қуысы, мұрын қуысында бұлар жаңағы капсула арқылы бекінеді, яғни капсуланың құрамында пилей мен фимбриялар болады. Бекіну дейік. Одан кейін бұлар бекінен кейін эпителий де көбейеді. Так, яна, окей, эпителийді, то есть көбейеді емес, зақымдайды дейін. Мұрын қуысын зақымдайтын болса, онда риносинуситқа алып келеді. Синусит. Бұл кезде, бұл яғни қабынумен сипатталады. Егер де қабыну болатын болса, онда әрине бізде интерлейкиндер синтезделетін болады. Интерлейкин 1. Бұл интерлейкин барып температураны жоғарлатады. Одан кейін бас ауруға алып келеді. Бас ауру, яғни ауырсыну сезімдеріне алып келетін болады. Одан кейін егер де бұл әрі қарай созылмалы түрге айналатын болса, бұл жаңағы құлаққа өтіп, яғни эвстахий түтігімен эвстахийдан құлаққа өтіп атитті шақыру мүмкін. Атит. Одан кейін мынау риносинусит, мүмкін атит, жаңағы еміздік сүйектерге өту, және де торлы сүйектерден ары қарай өтіп кетіп, миға өтеді. Одан мида бұлар менингитке алып келуі мүмкін. Яғни ми қабаттарының қабынуына. Менингит. Бұл ең сонда өліммен аяқталуы мүмкін. Себебі бұл өте ауыр түр. Ауыр аурудың түрі болып саналады. Так, міне одан кейін біздегі мына стрептококктар қанға түсуі мүмкін. Қан. Бұлардың саны артқан сайын қанға түсті дейік. Қанға түскеннен кейін бұлар сепсиске алып келеді. Сепсис деген не? Сепсис деген ол бактериялардың немесе вирустардың қанға түсіп, ол жақтағы цитокиндердің синтезделуіне алып келеді. Ал егер цитокиндердің саны артқан сайын, онда қан тамырлары олар кеңейетін болады. Потом ол қан тамырлар кеңейгеннен кейін ол жақтағы тіндердің қанмен қамтамасыз етілуі төмендейді, яғни гипоперфузия алып келеді. Яғни сепсис ол бүкіл ағзалардың зақымдалуына алып келеді. Бүкіл ағзаның зақымдалуы. Ағза зақымдалуы. Себебі бұлар қанмен дұрыс қамтамасыз етіліп жатқан жоқ. Потом бұлар өкпеге түсуі мүмкін. Потом осы пневмококктар пневмонияға алып келуі мүмкін. Пневмония. Бұл жақта жаңағы патогенді факторлардың біріншісін айтып кетейін. Бұл пневмолизин. Пневмолизин. Бұл жаңағы қабынуға алып келеді. Ал осы қабыну пневмониямен аяқталады. Пневмолизин. Одан кейін мынау қанның құрамында бұл жақта О және де С түрлі стрептолизиндер болады. Стрептолизин. Бұлар барлық жасушалардың бұзылуына алып келеді. Соның ішіндегі көбінесе гемолизға алып келеді. Гемолиз. Яғни қан жасушаларының ыдырауы. Гемолиз. Мына екі патогенді факторын айттық. Енді мынау иммунитет мысал ретінде стрептококктардың санын артуынан алып келуі мүмкін. Яғни бұлардың саны артқан сайын иммунитет түседі. Бұның несі? Бұл мысал ретінде СА пептидазаның арқасында. Пептидаза. Яғни бұл да патогенді факторлардың бірі. Одан кейін тағы да иммуноглобулин А дегеннің
протеазасы болады, протеазасы. Яғни бұл иммуноглобулин А өте маңызды антидене болып табылады. Себебі бұлар барлық бактерияларға бұл белгі қойып қояды. Яғни мысал ретінде белгі қояды. И осы белгіні көрген мысалы фагоцит ол осыны микробтың өлуіне ұшыратады. Микроб өлуі. Ал егер де мынау иммуноглобулиндердің барлығын протеазап оны жоятын болса, онда ешқандай да белгі болмайды. Потом фагоцит бұл белгісіз микробтың өлуіне де әкеле алмайтын болады. Осылайша иммунитет оны танымай қалады. Осылайша иммунитет төмендейтін болады. Тағы да ДНК аза, одан кейін галеруназа деген нелері өте көп патогенді факторлары. Бұны барлығын конспектіде қалдырып кетем. Мен қазір ең негізгілерін айтып кеттім. Бұның енді қалғанын неден оқып аласыздар конспектіден. Енді бұлардың диагностикасына келетін болайық. Мысал ретінде жаңағы пневмония болды деп айтайық. Потом бұның қақырығын алайық материал ретінде. Зерттеу материал ретінде қақырық. Бұл қақырықты алып, науқаста пневмония болып жатыр. Одан кейін бұны грамм бойынша бояймыз. Грамм бойынша бояудың бізде екі маңыздылығы бар. Ол біріншісі морфологиясын зерттеу, яғни морфологиясы бойынша диагностика қою, ал екіншісі сол морфологиясын зерттеу арқылы ең қолайлы, яғни келетін қоректік ортаны таңдау. Қолайлы емес, именно келесісінде диагностикалық нақты диагноз қою үшін бір ортаны таңдау үшін осы грамм бойынша бояймыз. Грамм бойынша бізде бояуда не нәрсе көрінеді. Әрине, ол грамм 10 боялған андай диплококтар түрінде тізбектесіп орналасқан стрептококтар көрінеді. Осы кезде бізде осы подозрение болады стрептококтарға. Подозрение болғаннан кейін стрептококтардың ең қолайлы өсетін ортасы ол қанды агар. Қанды агар. Осы қанды агарға саламыз. Сол кезде егерде жаңа айтып альфа гемолизға ұшырайтын болса, онда пиогенез болуы мүмкін, пиогенез. Ал жасыл колониялар болып қалатын, ол пневмония түрі болуы мүмкін. Пневмония. Және де бұл бета-гемолизға ұшырайтын тағы да вириденс түрі бар, вириденс. Бірақтан бұл бір-бірлерін ажырату үшін жаңа бұның алдында айтып кеттім, аптахин тестін жүргізетін боламыз. Аптахин. Сол кезде мынау пневмониялар аптахинде жойылып кетеді. Себебі бұлар аптахинге төзімділігі жоқ, ал вириденсқа төзімділігі бар. Яғни бұлар тірі қалып кетеді. Қанды агарға салдық, потом бізде мына бета-гемолизді байқадық. Осы бета-гемолизді әрі қарай зерттеу үшін біз бұның байыту мақсатында қиғаш агарға саламыз. Қиғаш агар. Осы қиғаш агарға салғаннан кейін бұның саны артады. Және де енді қиғаш агардан кейін біздің ақта көптеген бізде возможностьтар пайда болады. Себебі бізде өте көптеген колониялар бар стрептококтарға тән. Бұны тағы да грамм бойынша бояймыз. Бұның мақсаты біз нақты диагноз қоямыз. Себебі жаңа грамм бойынша бояған кезде бұл жақта не только мынандай стрептококтар болады, және де басқа да бактериялар түсіп кетуі мүмкін. Сол үшін тек қана грамм бойынша бояған кезде тек қана стрептококтар мынандай тізбектесіп орналасқан болса, онда осылайша нақты диагноз қоюға мүмкіндік береді. Одан кейін антибиотикке төзімділікті тексереміз. Себебі бүкіл бактерияларды емдеу кезінде біз антибиотиктік терапияны қолданатын боламыз. Одан кейін біз биохимиялық әртүрлі тестерді жүргізсек болады. Мысал ретінде жаңағы глюкозаны береміз. Сол кезде бұлар сүт қышқылына дейін ыдырап жатса, онда тағы да осы стрептококтарға нақты диагноз қоюға возможность береді. Мынау антибиотик туралы жаңа айтып кеттік. Енді бұлардың емдеу үшін осы антибиотиктер арқылы емдейміз, және де симптоматикалық. Мысал ретінде риносинусит болса, онда қабынуға қарсы дәрілер береміз. Одан кейін бас ауруын қойдыртатын обезболивающий дәрілер береміз.
одан кейін температураны түсіретін дәрілерді беріп осылай науқасты емдесек болады.